ısırıp tüskeni tümedi, jürsin derken, jürsin derken sirini. Dostlar, dostlar dikemi, günlerce sular kıymedi, ısırıp tüskeni tümedi, jürsin derken, jürsin derken Kelime деген әніңіз, жарасты сәніңіз, тойға келген достар жарасын жаныңыз, Балзира апайдың құрметіне қол соғайық, бәрімізді бір ән көңілін ажарымен жазып, достардың көңілінің ажарын ашып, әдемі әнін алып келген алматылық апайлар, тілектеріңіз қабыл болсын. Біздер де кешіміздің кейін бастап, алматылық достар, астаналық достар өздеріңізге арнап ортаға биге шақырамыз. Барша достар, ортаға биге шақырамыз.
жақсылығымызға жайғасып орналасайық. Құрметті достар, енді осы көңіліміз толығып, ақ дастарханның басында туған жердің төрінде жолығып жатырмыз. Енді осы жолыққа қандай жақсы деген керемет ән шықты. Соңғы кездері той думанның сәніне айналған. Ендеше сіздердің құрметтеріңізге, Алматыдан келген апайлар, өздеріңізге арнап Әлияның орындауында жолыққа қандай жақсы деген ән қабыл алыңыздар. Жолығып жүрейік, тек қана жақсылықта, тойда, қуанышта бас қосып жүрейік. Жақсылық, астастан, жолыққан қандай жақсы жақсылықта осылай әдемі күндерге бас қосайық. Бірге айтсам болады. Шынайы сөздермен, ең жақсы сөздермен, шаңырақ күліп тұрған жайнаған көздермен, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы. Сағынған жүрекпен, ең жақсы тілекпен, құшақтапқан біздегі ең таза ниетпенен, кездескен қандай жақсы, жолыққан қандай жақсы, жолыққан қандай Бәрекелді рахмет. Міне бала күнмен араластым, сендерімді алмаспын, айналайын бастастар, шақырсаңдар қалмаспын. Жүздесіп әрге жүрейік, жылдармен жылдар алмасын, 50 жылдық кездесу, 60 жылдыққа жалғассын деп бір қол соғып қояйық. Ал енді тағам келді деген алдарыңызға осамаста тағаммен алдырып отырыңыздар. Бүгінгі дастарханның көркі дәмінде, тойдың көркі сәнінде дейді, әншінің көркі әнінде, сөздің көркі мәнінде деп жатады. Сондықтан енді бұл мәнді тілектің аясында алдарыңызға ас келіп жатыр. Осы ашқан тағамнан, дастарханнан дәм алып отырыңыздар. Бүгін енді 50 жылдық кездесу кеш. Осы кеш бұл ауданның абыройлы
осы өңірдің өнегелі тойы деп есептейміз. Өйткені 50 жылдықты көрген жастар ой түйеді, біз де осы жасқа жетсек екен, осындай 50 жылды тойласақ екен деп. Сондықтан бүгінгі мынау ғаламат ғибратты тойларыңыз құтты болсын, ұрпақтарыңызға, өздеріңіздің ұл қыздарыңызға да осындай тойлар нәсіп етсін. Жастарға жұмысты болсын, қазақша айтқанда. Ал енді алдағы тағамнан дәмдеп алдырып отырыңыздар. Мен қазір осы кеште бір ерекше екі подарка беріп отыр. Бұл осы жігіттер қауымына байланысты. Осы класста ең бірінші хат жазған кім қыздарға? О, міне, Қодар ағама қосып отырыңыздар. Бәрекелді. Аға. Өтір, ол емес. Ол жігіттер қайсысы? Ау. Махаббат туралы бұл кезде телефон жоқ. Бұл кезде хат жазады ғой бір-біріне. Оның жауабын күтіп жүреді. Не болды екен деп. Ол жігіттер қайтыс болып кетті. Ой, имам дұрысты. Ау. Бесінші класста жазған ғой сонда, я? Бәрекелді. Abi екінші жаздым бақ, не болды? Не міне қасында отырған? Қарамат маған. Екінші класста. Екінші класста ма? Ертегі не болған? Бәрекелді. Рахмет. Мына шарадығы қарамат. Бәрекелді. Ағам алып беріңіз. Көріп тұрайын. Біз ол сырысында 50 жылдан кейін нағып естіп отырмыз, Ой, ішімде болды. Ал енді келесі, енді ол кісі арамызда жоқ екен, енді иманды болсын. Бастап берген екен ғой осы балаларға. Келесі, ең бірінші темекі шеккен бар ма? Не шектің бұл? О, міне. Осы? Нешінші класста? Yerine barış yaratmamak için. Бәрекелді. Жаңа Астанадан келген Қодар ағама бір подарок берейін. Рахмет. Бір болсын қойыңыздар. Қодар аға, ән айтып атсыз, жүрек айтып атсыз, мына кешке атсалысып келгеніңізге рахмет. Себебі мен осы шөбір бағырында шөпке барамыз ғой ешекпен. Сол кезде шеккенім бар енді, қайрақта келмейді. Ол кезде ешекті үстінде жүріп шеп бере береміз сонда. 8 класстан мен 7 класстан бастап осы шектім жақсы. Енді ағама темекі шеккеніңізге беріп атқан жоқпыз енді. Жаңа өлең айттыңыз, жақсы тілек айттыңыз, Астанадан келдіңіз, соған бір қол соғып қойыңыздар, мына сессия бағынысынан болады. Ал енді, құрметті достар, алдағы астан тағамнан алдырып отырыңыздар. Өзі кластас достарға көңіл әрқашанда ашық, бала жүрек мәңгілік ашық. Сондықтан енді бүгін осы кеште Астана, Алматы жан-жақтан келіп жатыр. Сол ішінде Ақтөбеден, сонау Тараздан ат тербетіп келіп отырған апайларымыздан дастархан басында. Ендеше сіздердің құрметтеріңізбен мынау батыс өңірінен өзінің әдемі ақ тілегін алып келіп отырған, бүгінгі кешке жарық беріп отырған Ақтөбеден келген Сақып апайымызды ду қол шапалақпен тойымыздың төріне қарсы және де 2000 жылдық тарихы бар Тараз өңірінен келген қол соғып қошеметтеп Ардақ апайымызды ортаға шақырамыз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, сөздің төркіні мәнінде деп, сондықтан жақсы тілек айтылса, жақсы бір құлақ түріп қабылдайық. Бір сәт назарымызды бұрып, Ақтөбе Тараздан келген достардың ақ тілегін қабыл алыңыздар.
Dostlar, klaslastарым, балаларым, туыстарым бәрі ішінде бір сөздің бағана да айттым, өте бақыттымын. Сіздермен сол 10 жыл бойы бір мектептің табалдырығын аттап, партада отырып, ұстаздарымыздан дәріс алдық. 5-ші класстан бастап мінекей ұстазымыз Чепбай ағай отырып отырғызда. Бұл қызықты көрген де бар, көрмеген де бар. Құдайға шүкір біздердің осындай жақсылыққа тойға жеткенімізге. Ал енді бұл той соңы болмасын деп ойлаймын. Жаңа айтып жатыр ғой, 70 жас келеді, 70-тен ары қарай жастарымыз бар. Әрқашанда басымыз қосылып, тойлай берейік. Тек қана Қазалыда емес, басқа қалаларға да бас қосып, жиі кездесіп тұрайық деген ойдамын. Денсаулықтарыңыз болсын, үлкен қуаныш шапты, үлкен табыс келсін шаңырақтарыңызға. Немерелеріңіз болсын, шөберелеріңіз өздеріңіздің ойындарында үлкен азамат болсын. Ең басты бізге денсаулық болсын деп тілеймін. Ал құрметті біздің класстас достарымыз, жігіттер, қыздар, біздің құрметті де қымбатты ағайымыз, мына мені осы күнге жеткізген Аллаға сан шүкір айтамыз. Бәріміздің басымызды қосып, осындай жақсы үлкен дастарханға кездесіп жүздесіп жатырмыз. Оның бәрі бірінші Алланың арқасы, одан кейінгі осы біздің ұйымдастырып жатқан Күләй ханым мен жаңағы қасындағы нөкерлері, Аман деген досы, бәрі осы дастарханды жайып түндемей, таңдемей қарсы жатыр. Еңбектеріңіз Алладан қайтсын, аман болыңыздар, көрген балаларыңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріңіздер, шөбереге жетіңіздер. Ал енді басқа да осы кластастарымыз, қыздарымыз, қандай да осы ағайымыздың арқасында манада қоларда бәрі айтып жатыр ғой, осындай жолмен жүріп, сол тәртіппен осы дегенге жеттік, ағайымыздың арқасы оның бәрі. Соның бәрі ұзағынан болсын, тек қана жақсылықпен, анашылықпен сізбен кездесіп жүздесіп жүре берейік деймін. Рахмет баршаңызға. Мен жаңа сөзімді ұтып қалып шынына келсем, толғағандықтан. Ұйымдастыру алқасы, Қазалыда еңбек етіп, Қызылордада еңбек етіп, өмір сүріп жатқан достарымыз, Күләй, Аман, Мамбет пен Бақыт, Досжан мен Гүлзада, Фатима, Шара красавица, Назира жолдасымен, Бағдат, алыстан қалғанымыз WhatsApp-пен кішілік айтып отырдық. Сіздерге үлкен рахмет айтамыз. Бұдан былай да осылай активный болып, 10-шы А класының атақ абыройын дүрлетіп жүре беріңіздер. Алыстан келіп жатқан Бесқара, Кенже, Қодар, Мадина, Рахима, Балзира, Зәурешка, мен Сақып қандай не болса да Ақтөбеден жетіп келеді, Құдайға шүкір. Бас қоса берейік, осыларыңыздан сіздерге рахмет айтамын. Әрі мен мінекей ұстазымыз Чепбай Қорғанов ағайға 426-шы Қазақ орта темір жол мектебінің 10-шы А сыныбының түлектеріне 50 жылдық кездесуіне естеліктер сувенир тапсырайық. Арнайы жасалған хрусталь деп қойайын. Горный хрусталь. Бәрекелді, міне Ақтөбеден Тараздан келген апайларымыз ақтөбеге білдіріп, керемет сый-сияпатын табыстап жатыр. Қошемет болсын қойыңыздар. Балзырайарқы сөйлеп кішкентай справка жүрейін. Бұл қарттықты мұғалтатын үш нәрсе дейді. Бірінші, жолдасының бақыт
ұлы, екінші баланың жамандығы, үшінші ағайынның алауы дейді. Енді мына жайықта қатын кеуір болса, оның істесеңдерді мына татулықтарын көріп, Мұхтар қылытпейтін татулықты бір ашуға сатпайық деп. Сондықтан сендердің нелерін шапқыштай Ал енді бір әнші шу Ақтөбеден табыламыз, е? Ал кәнеге. ортаға шығайды. Не тәртіп? Ләйлім шырақ. Ләйлім шырақ. Ләйлім шырақ. Сен аман жүрмесін, ләйлім шырақ, шағатақтың ауылыны көктем сұрақ, ләйлім, ләйлім. Ол басқа өлеңді айтайын деп тұр ғой. Осылай менде қалқау айтқаны серпін, жүрегімді шаңдырдау ғашық дертім, ләйлім, 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 Бәрекелде бүгінгі кештен әдемі естелік болсын. Әрдайым ән айтып, ән шырқап, орданың сәні болып жүре беріңіздер. Қалада Ақтөбеден келген және Тараздан келген апайларымызға бір қол соғып қошемет білдіріп қояйық. Бізге де алдымызда тағам келіп жатыр екен, осы тағамнан астан алдырып отырыңыздар. Қазір енді байқасам, осы класста көбісі әнші екен. Араларынан бастап бәрі әнші екен. Сондықтан қазір енді кішкентай ән жұмбақ ойнаймыз. Бір әннің музыкасы қойылады, қандай ән қол көтеріп, сол әннен кішкентай айтып беретін боламыз. Келді онда. Ең бірінші қол көтерді. Үш аплауын қойыңыздар. Рахмет. Сақтаңыз, жаңа таныс, жүрсек талаш қайықта. Ұшқыр қиял кеп аяңыз, бұйырмашы айыққа. Жылжы қайық осы көлде, жыр толтыршы жаныма. Махаббаттың бесігінде тербейік тағы да. Ой, бәрекелді. Рахмет. Ал, келесі. Ал, келді. Бәрекелді. Ағалардан айтсыншы. Бүгін ойламаған қуан сен қуана бер әкетайым. Мен сенің өміріңнің жалғасымын. Қуан сен қуана
50 жылдық кездесуге үшін машалды. Қайнаға барып жақсы шашта қалмапты. Ал, келесі. Осындай тойда қуанышта достардың ортасында гүл жайнап жүреді. Ал келесі. Nazire aytdı birinchi. Бәрекелді. Бәрімізге бата туған қойылмамыздар. Мадина апайымызға көша болуын қойып. Тек қана ет тұрамыз. Аз вақта. Рахмет, келесі. Несіне шақырады, ана ата-аналар жиналысында. Сосын келеді, отырады оқушылар. Сені ата-анаң қайда? Келем деген ағай. Сені ата-анаң келемден. Кешікпей келемден, келем деген, сен тұрып келем деген ма? Бұл ағай жүзімеген жоқ қой. Осы үйде ағайға қарасам, қабыл үшін шашарлап жүрсін. Бәрекелді. Ал. Ардашка. Ендеше Тараздан келген Тараздан келген ардақ тәтемізге ең үлкені бұйырған екен. Шапалақ қояйық. Ал, келесі. Шақыр.
керемет ән шырқап. Bir Ақтөбеде қалмаса той істеді. Ал енді Зәуре сіздің үйіңізде де осындай той болсын, қуаныш болсын. Немереңіз өсіп, сол немеренің тойында құдаларға қарсы тұра бересіздер. Ал келесі. Бұл енді соңғы шыққан әнде. Тойда айтылатын тойда. Тойда шыққан билер жүрістер осы. Ая өзің қаныр. Бәрекелді. Ал Ақтөбеден келген апай толып отыр, бірақ енді айтып отырмайды. Сондықтан келесі бар ма? Таққан үшін. Бүгінгі кешке ерекше әнімен атсалысып жатырған Кенже апайымызға осындай рахмет. Коробканың сыртына көзін түсті, келмейсіз деп жазып қойыпты. Сондан рахмет. Бәрекелді. Ағам екеуміз қол ұстасып, тек қана елге тойға қуанышқа келе беріңіздер. Көп рахмет. Енді құрметті ағайындар, жаңа тілек арасында айтып жатыр, құдай қаласа 70 деген қазыналы жас келе жатыр. Енді қазақта 70-ті қазыналы жас деп дәріптейік, өйткені барлық немерелердің, шөберелердің қызығын көретін жас қойды. Сол жасқа аман есен жеті, сол 70 жаста бірге тойлап, күліп ойнап жүре беріңіздер. Бір 80-ге келген атамыз бен әжеміз осып қалыпты. Сөйтсе, әжеміз еркелеп жатыр дейді. Сен баяғы үйленгенде есіңде ма? Менің өмір бақи жанымды өтем демедің, аялап өтем демедің, не болды бұл деп. Сөйтсе, атамыз айтады дейді, сені 80-ге келеді деп ойлаған жоқпын. Ол сияқты Алланың берген жасына абыроймен жасай беріңіздер, күліп ойлап жүре беріңіздер. Біздің енді қазалылық осында сіздерді қарсы алып, сырттан келген достарға құрмет жасап жатырған ағаларымыз отыр, апайларымыз отыр. Бұл бәріне есімін айтсам, елге белгілі азаматтар. Соның ішінде енді Нұрлыбек ағам осы елге талай қызмет жасаған, талай қызметін атқарып, қазір құрметті демалыста. Сондықтан сіздердің құрметтеріңізбен қол соғып қошеметтеп, Нұрлыбек ағамыздың ортаға шақырып беріп отыр. Şarkı düzgünüm, bölge siz bastırıyorsunuz. Aman çakır, aman. Ağaçta oturabilirsiniz. Hoş mu?
дұрыстарға келіңіз. Мынау енді құрметті ағайындар, Нұрбек ағамыз осы түрлі салада қызмет жасады, басшылық қызмет жасады, елге өзінің барлық қазір қайратларына деп есептеймін. Енді Нұрбек ағамыз ақылы қалады, Досжан ағам бір жерге кеткен екен, қазір кішкентай тағы да бір тілек болады. Нұрбектің қасына Күләй апайды шақырып келіп отыр. Бүгінгі кештің басты ұйымдастырушысы, бүгінгі кештің бас организаторы, Қызылордадан арнайы келіп атсалыстырған Күләй апайды қол соғып Нағайын құрметті класс достар, енді өмір деген кішкентай ғана уақытта кеше жаңа келіп ағамен кім ардақ айтылады, Вазирам айтқан 6 жыл деген кеше ғана келіскен сияқты сөйтсем мен таңқалдым. 6 жыл болып тойды. Өмір солай екен. Бірақ та осы 50 жылдық болсын, 44 жылдық болсын, 45 жылдық болсын, ұйымдастыру қабілеттілігі дегенде бізде ер балалардан гөрі біздің қыз балаларымыз мықты болып кетіп барады. Вазираны айта аламын, Мәдинаны айта аламын, Сақып, Зәуре, Арда, Бағда, осы қыздар шығар, кім шығар, біздің қыздарымыз қай уақытта 10 шағын алсын ішіне. Енді оны жас келіністер деген жоқпыз ғой. Ер жетіп, өсиет, үлкен, жаңа ата, әже болғаннан кейін біліп жатырмыз. Қыздардың бізге деген еңбегі, ұйымдастыру қабілеттілігі, қолдауы, ол ұйымдастыру жағдайы Күләй бар. Осы бәрін ұйымдастырып, бәрін сөйтіп, жаңағыдай жазып, бәрінің тіршілігі бар, несі бар. Оның үстіне осындай еленіп, азаматтардың, бесеудің, қолардың, тағы шектер, Дұшанның бәрінің басын қосылуы, қанша жерден алтын уақыттарын бөліп, қанша жерден туыс бауырларын, немерелерін тастап, осы 50 жылда бір кездесіп баратын ниетпен бас қосып отырмыз. Көп-көп рахмет сіздерге. Енді біз мен де көбінесе Қазалыда бола алмадым соңғы кезде. Сондықтан да Күләйден жет жарасын. Семья байланысты, осыда да жағдайға байланысты болмай жүрдім 6 айдан бері. Сонда да осындай ұйымдастырудың арқасында осындай іс-шараның болуы өтіп жатыр деп ойлаймын. Ең бірінші дендердің саулықтарын тілеймін. Отбасыларыңыздың аманшылығын тілеймін. Құдайым тек сіздерді желеп жебеп жүрсін. Бәріне елеме шүріне сүйіп отырсыңдар, солардың қысырын көріңдер. Қай кезде, қай уақытта болмай, келісе тек тойда, қуанышта, жақсылықта кезейін. Ағай, сіздің деніңіз сау болсын. Елі өзінің балдарын деп, бір емес екінші рет осы жерге қатысып отырған жасыңыз 80 асса да жолды көтеріп, осы жерге келіп отырсыз. Ол сіздің бізге деген құрметіңіз, бізге деген сыйластығыңыз. Балдарыңның қызығын бірге тойлайын, қуанышын бірге бөлісейін деп келіп отырсыз. Құдай сізге денсаулық тілеймін. Ендігі жерде тек аманшылық болсын, басыңыз тек тойда кездессін. Жалғыз ғана 50 жылдық емес, құда жолы болады. Немдері шері емсін, тойы болады. Басқа да тіршіліктер бар. Балдарың немересі білген тойдан. Қызда ұқпаңдар. сондықтан да Құдайым ұқпайыз. Тек жақсылықта бас қосайық ағайындар. Аман сау жүрейік. Әлде де айтам, тек денсаулықтың арқасында осындай сіз біздігіміз болып, қай уақытта да қуанышты бола берейік. Аманшылық болайық. Мынау араласының жігіттерде қыздар ұзақ сөйлейді ғой. Бірінші бағанадан бері жақсы тілектер айтып жатыр. Біріншіден періштенің құлағына шалынсын. Бағана айтып жатырсыздар, Алла тағалаға мың қайтарып шүкір, осындай күнге жеткізген. Енді шынын айтсам, басқару деген оңай емес екен, ұйымдастыру деген оңай емес екен. Әрқайсысы бір ауырып қалғанда мен бірге ауырамын ғой. Бір нәрсе айтса, ойбай, жаңағы бесқара ауырып қалғанда мен де ауырып қалдым ше, ол переживать етеді екенсің. Онда мен енді ниятта кеше ауырып қалып жатыр. Енді аунап тұрдық болсын, жігіттер қатарымызға қосылып жатыр ғой. Мен ризамын, мына қыздарға да ризамын. Енді негізі өзі белсенді қыздар ғой. Той десе, шақыру болса деп қалмайсыздар. Алланың нұр жаусын, отбасыларыңызда әрқашанда қуаныш той болсын. Ағайымыз ортамызда аман болып жүре беріңіз, ағай.
Шынында бағанағы еңбегіңізді айтып жатыр, сіздің еңбегіңіздің қайтқаны мынау. Мына оқушыларыңыз уже үлкен азаматша ол бізде әжеміз енді баяғыда күлем-ау үлкейгенімізді енді мойындағымыз келмейді ғой былайынша. Көңілімізге әлі өзіміз жас сияқтымыз, бірақ өзіңнен кейінгіні көріп қартаясың дейді, ол рас екен. Ең бірінші тұрмысқа шыққан мен ғой, ең бірінші бөбелі болғанда мен. Енді Құдай қаласа менің екі немеремде ер жетті, қызымның ұлы мен қызы. Құдай қаласа сол тойында кездесейік, Алла берсін. Бағандан бері барлықтарыңыз күшті тілектер айтып жатсыздар. Соның бәрі періштенің құлағына шалынсын. Мына жігіттерге мен бір жағынан өзім ойымды айтып, рахметімді айтқым келіп жатыр. Қазалықтарға. Міндетті мойынға алғасын, қалай өткізер, қалай болады, қандай кемшілік болып қалды деп қатты уайымдаған біраз. Сол кезде маған поддержка берген мына жерде Нәзира отыр, Аман отыр, Досжан отыр. Нәзираның күйеуі үйде бала бағып қалады, Фатима, Шарова, ана жерде бақыт бар. Рахмет осы кісілерге. Мен келсем, мен сообщение жазсам, Нәзира кеше келгенде Нәзира айтқан ғой, келдім деп. Бір кезде звондап тұр ғой, мен әлі шешінген де жоқым, шайынған да жоқым, бір бет-аузым жуып шай ішесің ғой енді. Нағыламыз енді шығамыз ба дейді Нәзира. Мен кеттім шамал демал болайын еді, мен көтеріліп кетті, қоя тұршы деп жатырмын ғой. Сонда затова сондай не ғой жаңағы армейский тәртіп сияқты да бізге. Жауапкершілік мықты. Анаяқта жатып аламда келе алмаған кезде Нәзираға айтам, сен барып іздеші деп. Сол Аман іздеп жібердім ғой бір күн. Таксидің бәрін араладық. Такси дегенін естіп. Бірақ негізі табылды. Аманға мың алғыс. Аманның келіншегімен таныстық. Аманның келіншегімен мың алғыс. Бір $1000 келіншек екен. Риза болды. Гүлнар деген келіншегі бар. Құдай қаласа қыздар, жігіттер, ертең 8 июньде Аманның үйінде той. Соған бір адамдай атсалысып тойға қатысайық. Мен де үйге барып еді, қалай сұрап отырып ойланып жатырмын да. Кеше ғана келген жоқпын ба мен енді осы жаққа. Енді қайтып барамын 29-ына қайтам. Сосын барып 8-іне тойға келемін десем балдарды айтады деп күліп отырмын да. Алла шашатса тойдан шашатсын. Мына қадамдарыңызға гүл бітсін, барлықтарыңыз алтын уақыттарыңызды қиып, енді бәрі ысып тастап келіп жатсыздар ғой, ол да сыйластықтың арқасы деп білемін. Алла ауызбірліктен сыйластықтан айырмасын. Енді біздің класстың атынан ағайға енді біз подарка алмадық, ақшалай сыйлығымыз бар. Ағай өзі алады. Мына жерде сосын жаңа түскен суреттер бар емес па ағай? Мына жерде общий түскен суретіміз бәріміз. Мені атымнан сізге подарка қылайын деп жатырмын. Мына екеуін үйіңізге барып, мына 50 жылдықтан ескерткіш деп, мынаны үйіңізге аласыз. Ой, молодец. Мына деген есіңізге алып, мынандай қызым деп қарайсыз ғой. Мына жерде общийіміз міне. Мынау енді жігіттер мен қыздар бөлек түскен. Мынау сізге подарка. Ақшалай берейін деді ағайын. Құтты болсын, рахмет. Көңілдеріңізге, пейілдеріңізге. Микрофон бер деп жатыр, микрофон. Ойбаймен. Ағай өз алып қайта жүреді. Аман алып қайта жүреді. Бәрін шығарып салып жүріп отыр. Аға, енді ұқпайтын шығар бәрін бітірген. Балаларым өліп жарып айтатын ештеңесі жоқ. Барлығын рахмет етсін. Ал көз көргенде кім бітіріп береді, кім оқымайды дегендер. Ал енді жаңа нұртөбетпенен Күләй қыздар мақтап жатыр. Қыздар мақтап отырады ғой. Әлгі Бауыржан Момышұлының сауы батырдың тақырын дегенде қыздар деген бар. Неге? Өйткені ол елін, жұртын, ағайын туысқан тастап кетіп қалады дейді. Сол сияқты сол батырлықтарың, қарапайымдылықтарың, биязы мінездерің жалғаса берсін айналайын. Оңды болсын. Ой, рахмет.
өткізіп жатсың. Кәсібіңе Алла береке берсін, деніңе саулық берсін, отбасыңа амандық берсін. Ғалия әйел біздің келініміз өзіміздің жекеменшік. Жаным, қосағыңмен қосаға бір ауыз сөзімізді жерге тастамай келіп, мамаң мен папаңның мерейін үстем қылып жатсың. Сенің де бақытың жана берсін, кәсібіңе береке берсін. Бақытты болыңдар. Бәрекелді. Енді Нұрбек ағамыз бен Күләй апайымыз ақ тілегін білдіріп, алғысын айтып, ұстазымызға сый-сияпат табыстырып жатыр. Қазір енді заман дамып кетті ғой. Қазір түскен суретті қазір шығарып беріп, алдарыңызға жеткізіп отыр. Бұл да енді заманның жақсылығы шығар. Баяғыда сіздер суретке түскен кезде, бір аптадан кейін келіп, бір айдан кейін келіп, бір айдан кейін барсаң, ағып кетті дейді ол сурет. Оны суға салып. Сол сияқты. Мына сондықтан осы заманның жақсылығын бірге көрейік. Үйлеріңізде той қуаныш арылмасын, тек қана осындай тойда кездесейік. Бір 80-ге толып атамыз бен әжем сөйтсе, балдар той жасап береді ғой енді. Той жасаған кезде үлкен байнер жасайды. Атасы мен әжесінің суретін шығарады. Соның баласы шығарып деген ба, ата міне суреттерді шығарып бердім десе, атасы қарап тұрып айтады, ойбай, мына кемпірді шырамытып тұр, бірақ мына шалып қалмадым дейді. Өзіміз алмағанмын, сол сияқты жастары жайна күліп ойнап жүре беріңіздер. Немере шөберемін, бірақ Күләй апай айтып жатыр, ең бірінші тұрмыс құрдым, қазір немерелерім жетіп тұр деп. Сол сияқты ертең-ақ сол немерелер тұрмыс құрса, үйленсе, бас қосып тойлаңыздар. Атасы аман жүріп келсе, немересі алдынан жүгіріп шығып айтады дейді, ата 5000 теңге берсең, әжем басына кім жатқанын айтамын деп. Сол атасы, ойбай балам, 10.000 теңге берем, кім жатты десе, мен жаттым деп айтады. Сол сияқты, балам үшін барыңды, немерең үшін жаныңды бересің деп жатады. Бала қуанышың болса, немерең жұбанышың дейді апа. Сондықтан осы немерелеріңіз көп болсын, уайым қайғы жоқ болсын. 50 жылдыққа келген достардың көңілі әркез тоқ болсын. Бір немерең әкім бол, бір немерелеріңіз сот болсын. Кім болса да осы елге жақын адам болсын деп тілейміз. Көбінесе айтып жазады ғой, бақытты бол деп тілек айтамыз бір-бірімізге. Бірақ ол бақыт деген әркім әртүрлі түсінеді. Негізінде бақыт деген жүректің тыныштығы деп жатады ғой. Сол жүректеріңіз тыныш болсын, отбасыларыңыз толған ырыс болсын. Күлкілеріңіз күміс болсын. Бүгінгі 50 жылдық кездесу жастарға жұмыс болсын. 50 жылдық құтты болсын деп тағы да бір шапалақ ұрсақ, сол дұрыс болсын. Құдай жолы болсын. Бұрында бір ағамыз өзінің баласына ұрысқан кезде айтады екен, сен адам болмайсың, сен адам болмайсың деп. Сонда баласы оқыған, тоқыған, бір күні әкім болған ғой енді, аудағы әкім болып. Сонда әкемді алдырыңдар дейді алдыма. Сен өзінің қызметшілері жұмсап, әкесін алдырды да, сонда әкесіне қарап баласы айтты. Әке, сен мені адам болмайсың деп едім ғой, мен әкім болдым депті. Сонда әкесі айтты, мен саған әкім болмайсың дегенім жоқ, мен саған адам болмайсың, сен әлі де адам болмапсың деген екен. Енді оның түбінде сол жаңағы тәрбиеде үлкенді сыйлау, үлкенді құрметтеу, осы үлкендердің ақылын алу, сондай мағыналы мәнде жатады ғой. Сондықтан ұлдарыңыз ұяға болып, қыздарыңыз ұяға болып, елдің еңсесін көтеретін, ел ішінде атқан елдің абыройлы азаматтар болсын. Адам болсын. Қыздарыңыз бір үйдің түтінін түсетіп, бір әулеттің үлкен анасы болсын, сіздерге тек алғысын алып беретін болсын. Ал енді Әлия қыздарыңыз шақырым келіп отыр. Менің жаңа тәрбие жөнінде осындай әңгіме қозғаған себебім, Әлия қыздарыңыз бүгін осы жерде бір кісіге өзінің сый-сияпатын табыстайды деп тұр. Өйткені осы біздің Әлия елге белгілі әнші, қазір енді Құдайға шүкір, республикада қандай әншілер келсе де біз Әлекеңмен салыстырғанда Әлекеңді бір орынға қоямыз.
Өйткені біздің қазағымның алғысын алған ыстық ықыласына бөленген өзінің ерекше даусымен ерекшеленетін әлия қыздарымыз. Бір қол соғып қойыңыздар, ортаға шақырайық. Осы жерде бір апайымызға подарок берем деп тұр. Соны қабыл алсақ. Мамамның подружкасына гүл шоғын ұсынғым келіп тұр. Шын жүрегіммен. Қашан келсе де бірінші біз неге келеді? Мамам жастық шағында кішкене бірге подружка боламын деп айтып отырады. Тілекші болып, әрқашан бізге тәттілерін арқалап келеді. Мамамның подружкасы сізге өзімнің шын жүрегіммен. Осылай жалғап күнде жайда жүре беріңіз, әдемі болып ортамызда. Қашан келсеңіз есіңіз ашық. Сізге де қуанып қалып жатырмын, апа келе ма деп. Бәріңізге де рахмет. Әрқашан келсеңіздер ауылыңызға тек қана той-думанға келіңіздер. Аяқтарыңыз қазалыңызға, ауылыңызға тек қана тойға басылсын деп ауылға барам деген ән арнайсыздар үшін ауылға келіңіздер. Şapka para, hoş geldin.
вальске билеген шығар. Сол әнді таңдайтсек, қалғанымызға вальске шығып билеге деп алып. Бірге тәңіз сіздер болса. Шашыран жоқсыз ба? Вальске шығар шашыраса. Бәрекелді. Ал енді кешіміздің әдемі әндері шырқалып жатыр. Әннің де есісі бар, есері бар деп жатады. Бірақ енді осы есті әндер сияқты болып көрінеді. Көңілден, көптің жүрегінен, көңілінен орын алған әндер ардақ ағайындар. Бір бала атасына келіп, ата қатарының бәрі әнші болып кетті, бір өлең үйретіңізші деген ғой. Сөйтсе атасы үйретіп алды дейді. Есігінің алдына су шашып қой қалқамай, әкең тайып жығылсын, мені қуса қалқамай. Осындай кілең, осындай өлеңдер үйретіп алса немересі айтады дейді. Ойбай ата, сіздердің өлеңдеріңіздің бәрі криминальный өлең деп. Сондықтан енді қазір оның бағасына жететін осы үлкен ағаларымыз, әкелеріміз, осы ақжаулыққа аналарымыз, сіздер аман болыңыздар. Жаңа енді суреттен қарап өз-өзін танымай қалып жатады ғой, көпшілік соған байланысты әзіл айтып жатыр. Әрқашан 80-90 жүзге келіп жүре беріңіздер. Бір әжеміз балдар тойға бара жатса, мен де барам депті. Сол апа сіз баратын жеріміз, сол 2 этажды ресторан, биік басқалдаған қайсы қуап қаласын десе, әжеміз көрмейді дейді, барам, мен де барам. Сол болмағасын алып барды. Сөйтіп алып барғаннан кейін той қызып отқан кезде әжеміз қайтам дейді ғой, көп отыра алмайды. Сол қайтам деп түсіп келе жатқан кезде 2-ші этаждан құлап кеткен ғой шынымен де. Сол аяғын ауыртып алыпты. Сол барып больницаға көрсетейін деп әжемізді больницаға алып барыпты.
сонда әжеміз больницада жатып ұйықтап кеткен ғой. Түсінде Құдай келіп айтыпты, апа, сіз уайымдамаңыз, әлі 30 жыл өмір сүресіз депті. Содан апамыз оянғаннан кейін жаңа 30 жыл естіп алған салонға барыпты бір күні. Әлі 30 жыл уақытым бар екен, өзіме қарайын деп. Сол шашын алдырып, прическасын жасап, бетін боятып, тырнақ салдырып, ондай бәрін істеп жасарып кетті апамыз. Шығып келген кезде пешеходта машина қалып кетті. Сөйтіп, Құдайдың алдына барғаннан кейін сұрайды ғой, Құдайге уәдеңіз қайда? 30 жыл өмірім бар деген ғой десе, Құдай айтады, сені танымай қалдым дейді. Сол сияқты жасарып жүре беріңіздер. Жаңа ағайымыз айтып жатыр енді. Шынында баласы жақсы ата-аналар қартаймайды дейді ғой. Сондықтан осы ұстазымыздың сөзі жаңа айтып жатыр енді. Қарттықтың бірнеше себептері бар деп жатыр ғой. Бірақ енді сол ұрпақтарыңыз ұлағатты болсын. Әрқашанда сіздердің мынау ел алдында абыройларыңыз тік болып жүруіне сол ұлдарыңыз бен қыздарыңыз, ұрпақтарыңыз қызметін жасай берсін. Енді ардақты ағайын, бүгін кешімізде Астанадан жақсы тілектер бастады, ретімен жалғасын тапты, жақсы сөз жарым ырыс дейді ғой. Сондықтан бір-бірімізге жақсы тілек білдіріп, бір-біріміздің абыройымызды көтеріп, көңілімізді марқайтып деген ойдамын. Балаңғы достыққа ештеңе жетпейді, әрине ол мәңгілік естен кетпейді дейді. Сондықтан мәңгілік естен кетпейтін достық бүгін осы тойда көрініс тауып жатқан сияқты. Өйткені жаңа Досекеңдер айтып жатыр, 2-ші класста хат жаздым деп жатыр, бәрі естен шығады. Ал енді біздің қазалы қасиетті жер дейді ғой. Қазақтың қай даласы да қасиетті ғой енді. Қазақтың қай өңірінде киелі. Бірақ енді әркімнің туған жері Мысыр шаһар деп жатыр. Осы Қазалыдан түлеген көп елге үлгілі, Алашқа аты белгілі азаматтар көп қой. Сондықтан осы Қазалымыздың қазіргі таңда қара шаңырақта тұрып, қара шаңырақтың ошағын жағып деген сияқты осы елде тұрып келген достарды құрметпен қарсы алып жатқан Нұрекең бастады, Досекең отыр, Әуекең ағамыз өздеріңізбен бірге атсалысып отыр. Мұқағали кезінде Қазалы туралы өлең арнаған ғой. Бұл енді баршаға белгілі ғой. Ол Мұқағали ол өлеңнің тарихы Мұқағали пойыздан өтіп бара жатқан кезде кешігіп қалады ғой пойызға. Темекі аламын деп жүріп, пойыз жүріп кетеді. Сонда Қазалыда бір үйде қонақта болады. Оның Мұқағали екенін ешкім білмейді. Дегенмен де сол жолда қалған қонаққа құрмет жасайды ғой. Сонда Мұқағали өзінің өлеңінде айтады: сыбызғыдай сызылтып азал үнін, өктем желі соққанда Қазалының. Есігін аш, ендеге тосырқама, Қазалының кез келген қазағының. Оның енді ажарында өлеңдер бар. Сонда Қазалының кез келген қазағы қонақжай, есігі ашық деген ғой. Мұқағалидың өзі осындай баға берген. Сондықтан қандай қонақ келсе де біздің елдің қонақжайлығы өз алдына бір бөлек. Енді бүгінгі кеш аясында жақсы тілек жалғасын табу үшін осы Қазалының абыройын асқақтатып жүрген теміржолдың тарланы болып зейнетке шыққан Досжан ағамызды ортаға шақырайық. Гүлзада апай, Аман аға, Фатима апай, және Насира апай, Берқан аға, Мәмбет аға, Бақыт апай, жалпы қазалықтар қол соқ қошеметтеп той төріне асылайық. Шарапа! Бағдат апаны айттым ғой, Бағдатта келіңіздер. Barda sında, bir oturdum gözümde.
Қадір ағайындар, жақсы тілек жарымыз істеген, жақсы тілек айтып жатсыздар, Алланың құлағына шалсын. Мына 50 жылдық мерейтойлар құтты болсын. 50 жылда ел жаңа деген енді ол қаншама азаматтар бұған дейін өмірлерін өтіп кетті. Мінекей қалған мүсіндегі осы қызды көріп отырмыз. Алла қыз көңілді жазғасын. Мына айтылған жақсы тілектер алдында қабыл болсын. Мына Тілепбай ағамызға Алла денсаулық берсін, сізге ұзақ ғұмыр берсін. Осы балаларымыздың қызығына тоймай жүре беріңіз. Шақырғанда келіп, аман болыңыз. Барлықтарыңызға амандық болсын, дендеріңіз сау болсын. Осындай жақсы тойларды жарыс болып бірігіп жүре берейік. Мен айтқаным келсін. Құрметті класстастар, тазалыға, туған жерімізге қош келдіңіздер. Аман болыңыздар, дендеріңіз сау болсын. Бірінші ағайын айтайын тілекті. Тілепбай ағай, бүгінгі сіздің ортамызда отырғаныңызға біз қуаныштымыз. Сіздерді бәрімізді көргенімізге қуаныштымыз. Сіздің деніңіз сау болсын, ауырмаңыз. Осы біздің тілегімізді тілеп, бала шағаңыз ғой сіздің еліңіз. Жүре беріңіз, деніңіз сау болсын. Бәрілеріңіздің оттардың арасында амандық болсын. Осындай ылғи жақсылықта тойда кездесейік. Әрдайымда біздің Қазалыға келсеңдер, тойға келіңдер. Жол жүретіндер, ертең жолдарыңыз болсын. Осы тойды аман есен атқарып, тойымыз ғой енді біздің 10-шы айласын. Абыроймен атқарып, бәріміз амандықта болайық. Оттарыңыздың басы аман болсын, дендеріңіз сау болсын, немерелеріңіз көп болсын. Ал құрметті достар, мынау 50 жылдық мерейтойларымыз құтты болсын. Мынау ұстазымыз Тілепбай ағамыз, деніңіз сау болсын, ортамызда осындай қуанышты әрқашанда жүре беріңіз шауып-шауып. Достар, мына дендеріңіз сау болсын, әрқашанда тойда кездесейік. Мамеджан, сөйле. Достар, завершай. Құрметті класстастар, құрметті ағай, сіздердің қай-қайсыңыз болса да құрметке лайықсыздар. Сіздерді осы елде көргенімізге өте қуаныштымыз. Аман есен келіп, бізді қуантып жатсыздар. Рахмет. Мына тойға аласын. Ендігі кездесуде төрт көзіміз түгел аман есен, бір-бірімізді жоғалтпай кездесуге жасын. Тағы да қуаныштымын. Ал құрметті Тілепбай ағай мені ылғи кішкентай бақыт дейтін еді ғой. Кішкентай бақытыңыз мынау енді тұрған. Класстастарым, бүгінгі 50 жылдық тойларыңыз құтты болсын. Бәріміз аман, есен, ең бірінші денсаулық болсын. Осы денсаулықтың арқасында бәріміз кездесіп жатырмыз ғой. Алдағы кездесулерде де осындай бәріміз төрт көзіміз түгел кездесейік. Отбасыларыңызда аман болсын, дендеріңіз сау болсын, бала шағаларыңыз аман болсын. Баяғы қазақ айтады ғой, жан-жағың аман болсын деп. Жан-жақтарыңыз аман болсын. Тағы да денсаулық болып осындай кездесіп тұра берейік барлық тойларымызда. Құрметті класстастар, қош келдіңіздер арамызға. Ал Тілепбай аға, сіздің денсаулығыңыз болсын, осы ортамызда аман есен жүре беріңіз. Ылғи да жақсылық болсын, аманшылық болсын. Ылғи осы Қазалыға келсем, тойға келіп тұрмыздар. Аман есен, сіздермен тек қана 2 жыл оқыдым. Сонда да сіздер менің жүрегімде қаласыздар, жатталып. Бәрін айтып, не болмаса да танып біліп жатырмын. Әр уақытта да аманшылық болсын, аман есен осы тойларыңызды атқарып, ертең жанұяларыңа, бала-шағаларға аман есен барыңыздар. Осы қызықты жеттіңіздер, тек қана тойда басымыз жоқсын. Аманшылық болсын. Көптен жылдық кездесу, группадан хабарласып, қандай уақыт қалды кездесуге деп атсалысып жүрген бүгін енді мынау көптен күткен кездесу өтіп жатыр. Осы жерде айтып жатқан барлық тілектер қабыл болсын, періштенің құлағына шалынсын. Ағайымыз ортамызда дені сау болып жүре берсін, бала шағасының ортасында балдарының қызығын көрсін, дені сау болсын, ұзақ өмір сүрсін. Сіздерге де отбасыларыңызға аманшылық деймін. Балдарының қызығын көріп, дендерің сау болып, жақсылықта тойда шауып жүре беріңіздер. Мен айтқаным келсін. Менің алғашқы
кездесулері құтты болсын, денсаулықтары құтты болсын, бәрі содан айта берсем, кездесуде жаза берсін, тойда кездесе берейік. Ал мынау той шығуы бүгінгі себептегі жиналғанымыз енді мынауында балалықтың балын ішкен қыздар мынауында. Енді бұл тағдырымызда мында бар рахмет. Оның есебінен біз мына Құрман Тілепбай ағайымыз ортамызда болды. Ол да бізге Алланың берген бір сыйы. Гәшкер деп қояды. Бұл енді адам өсіп мектепке барғаннан кейін бұл Тілепбайдан көп нәрсе үйренді қой. Бас алатында. Сонда баяғыда бірінші кабинет істеді ғой, жетінші кабинетті. Сонда бір сома ақшалық берді жинайтын. Қуаныш ағай бар, бірінші расында естігенде. Сосын жартысы береді, жартысы бермейді, соны айтатын ағайым ше. Өй, сендер шай ішіп болды, маңыз сұрап сендер барасыңдар, қызымен тарихты сұрап атасың. Біз басып береміз, шай ішіп отқанда көңілде. Соны адамды көңіл алайды, не қылады, деген сені. Енді мыңда бар рахмет, ұстаз берді бізді, оқытты, қолынан келген бәрін үйретті. Ой, талай құлақты да жылды, істемеген жоқ кісі. Ағайтып қой, өлеңді айтқызып қойды. Дәке, рахмет, оны қарамаса, оның бәрі сағылар өмірге. Сізге көптен мыңда бар рахмет, енді ортамызда olsun, жаңа айтып бұл Алланың берген сыйы. Мынау енді қыздарыма көп рахмет, алыстан жолығып келіп жатыр. Қазір оңай емес былайша айтқанда, ағайын болса да бір себепсіз болмаса шыға алмайсыңдар ма? Мына шын көңілдеріңе, беттеріңе, мына жүректеріңе жақсы. Енді не бір азаматшылар бар бұлардың да. Біздің де тәуір жағдайлары бар, олардың бәрі өздерің білесіңдер, оны айтпай. Мына ішіндегі шын жүректері жақсы жандар отыр екен. Сол жүректерің ауырмасын, дендерің сау болсын, қай жерде болса аман түгел жүріңіздер. Тек қана бөлісетін қуаныштарымыз көп болсын. Соны куәгер болайық. Құрметті достар, кластастар, бүгін жақсы сәтті күндеріңіз болып жатыр. Жақсы кездесу болып жатыр, қуаныштымын сіздермен кездескеніме. Дендеріңізге саулық, жанұяларыңызға алғыс тілеймін. Ағайымыз деген сіздерді күшті азаматшалар тәрбиеледі. Досжандай, Қодардай, Барлыбектей, Бесқарадай ешқайсысын бөліп жармаймен бәрі жақсылай Асылбектегі Грузия жылда бар сәлемдеп тұратын Асылбек ауылға келіп тұрғанда соның бәрі есіме түсіп жатыр. Осы ағайымызды жақсы көріп, себебі осындай балдар тәрбиелеп бізге күйеу қылып берген. Жақсы, мен баяғыда психиканы ойлап жүргенде бұларды тұрғызып қойып, өлең айтқызғанда саңғалап қарап тұратын артықшы не деген тәртіп, не деген тәрбие, соны көріп өскен балдар мынау. Жақсы азамат, жақсы азаматша болып өстіңіздер. Ешқандай жаманшылықтарыңызды көрген жоқпын осы 2 жылда. Жақсы бала тәрбиеледіңдер, жақсы өздеріңіз соның қызығын көріп тұранбай. Немере, шөбере, шөпшек сүйіп, дендеріңіз сау болып, осындай жас болып жүргеніңізде. Әлде де осындай кездесуіміз бола берсін. Бәрекелді. Енді елде тұрып, осы өздеріңізді қарсы алып, үлкен құрмет жасап жатырған қазалық достар ақ-тілегін білдіріп жатыр. Тілектеріңіз қабыл болсын. Теңіздей тасатын, асудан асатын, аман болсын ағалар, жиған досқа шашатын, тамыры терең тарихы кенен біз үшін қазалы мәңгі жасасын деп бір қол енді барлық достарды ортаға шақырғым келіп отыр. Өйткені қазалы деген бір керемет ән бар, сол әнге ортаға биге шығамыз. Ал кеттік. Астана, Алматы, Ақтөбе, Сарыағаш,
орындарыңызға келдіңіздер. Қазір енді соңында тағы да бір ән шашуға кезек берейін деп жатырмыз. Апайлар, bunu olsa, apa? Buraya bak, oturalım. Өзім айтамын, пакетке салып ал енді құрметті ағайындар, назар бұрайық, бірден көрмей жатыр. Астанадан келген Қодар ағамыздың орындауында тағы да бір ән шашу болайын деп жатыр. Ал құрметті оқушылар, мынау айналайын, Тамада, Асылбек, мынау Асылбек деген біздің кластасымыз бір ішара жебір өмірден естері кетіп қалды. Ол да сен сияқты, Денис сен сияқты екен әнші, өлеңші, дастарханның гүлі еді. Оны біз ақын деп қоятынбыз бір жағынан. Тап өзіңе айнымайды екен, рахмет сізге көп көрінеді. Мына екіншіден Алия деген қызымыз жаңа өлең айтып жатыр екен. Менің әйелім аты Алия еді. Соны көп сағынып отырмын. Рахмет Алия айналайын. Өнер берсін айналайын. Менің әйелім Алия жасай берсін. Мынау енді бағана сен мен алам деп жатыр. Қайтатын уақыт жақында. Енді Алия дегесін есім түсіп қалып шығып жатыр. Өзгеріп жатыр мында. Одан немене қайтасың? Енді кешіріңіз. Жігіт болып айтпау. Адамды көрейін. Мен Алияға ешкім жетпейді. Онда айтпау керек. Мына енді Кеңес Ешекевтің ағамыз бар ғой, бәрі әнші, көзі тосқара негізінде. Талай Астанада бірге дастархандас болдық. Сонда ана баламыз үйленгенде тойында болғанда айтып еді, жасасын ақылдайлар деп былай. Сонда бір не қылған бір несі бар еді, айтқан сөзі бар. Соның бір жақсы бір өлеңі бар. Өмірге келгеніңе өкінбесен деген. Мына енді бәрімізге Сілепбай ағай, өмірге келгеніңе өкінбе. Жасарып жүре беріңіз. Үйленімізді тағы үйленім. Мынау Абай Құнанбай 42 әйел алып дейді, таратпа өтіп көрінбеймін. Абайымыз. Енді мына сіздерге арнап Кеңес Ешекевтің өлеңін шамам келгенше айтып берейін, бір ауылда өлең өзі. Ал бастадым. Бәрекелді. La
сегіз қырлы дұрыстығы дейді ғой қазақта. Сондықтан Қодар ағам айтып жатыр ғой, баян сұлудағы қодарым деп. Сол сияқты өнеріңіз өрге жүзіп аға, тойда ән айтып жүре беріңіз. Мына Қодар деген кейбіреулер жақтырмайды. Мына Нұрлан Өнербаевты білесіздер ғой, сонда бір айтқан сөзі бар, батасын деген. Ішінде отырып айтып отыр. Қодар деген батырдың аты деді да маған. Соны мен айттым. Нұреке батырға ұқсамаймын, мен бір ішім жақтырмаймын, өзім не болма деді. Сосын бір кезде айтты, маған айтқан сөз бар сонда. Ана Қарабай дейді, жалшысы болды ғой Қодар. Оның жылқысын бақты сол кезде. Қарабай сол кездегі ауылдың үлкен әкімі. Сен әкімнің телехадан етіпсің деді ғой маған. Енді Қодар қоз көрпешпен баян сұлуды өлтірді ғой. Сол үшін халық көп жақтырмайтын шығар. Бірақ енді негізінде батыр болған ол кісі. Ана баянда бір келіншектер айтты ғой, төлеген деп жүгіре беріппіз, Бекежанда дәрмен жігіт екен ғой. Сол сияқты Бекежан атамызда тарихта төлегенді өлтірген ол кісі емес дейді ғой негізі. Ал енді Қодар аға рахмет, әніңіз әнге, өнеріңіз өрге ұласа берсін қаласа. Енді ән айтып көңіл көтеріп жатқан сіздерге мыңдап рахмет. Бір қауіпта бір ағамыз қызып қалыпты, өлең айтамын. Сөйтсе, елдің бәрі қандай өлең айтады екен деп елеңдеп, ағамызға қараса ағамыз айтады дейді, ұшырдың баптап ұядан деп ұмытып қалады. Ұшырдың баптап ұядан деп ұмытып қалады. Сәл ішкені бар. Енді айтайын деп оқталып жатыр екен, әйелі ішін жауапты. Енді ұшыратын болсам ұят жеріне өлте жіберіңіз. Тыныш отырдық. Сол сияқты. Енді ән айтып, ортаның сәнін келтіріп отырған ержігіттің сәні дейді. Қодар ағама бір қол соғып қойыңыздар. Рахмет аға. Біздің апай жағын неміз бар дедіңіз ғой? Артан ба? Бәрекелді. Өскен дәнші болды. Бәрекелді. Енді құрметті ағайындар, біздің ағайымыздың ақ батасын алайық дастарханға. Артынан ырғай бидеп 50 жылдық кешіміздің сән салтанатын жалғастырамыз. Ал Дөкбай аға, балаларыңызға, өзімізге бір батаңызды берсеңіз. Балаларым халқымның дұғасы мен батасынан артық ештеңе жоқ. Әуелеп мына ризашылығым ретінде ер балаларыма беріп алайын. Сосын қыздарыма, сосын жалпы бәріге бергенді. Бауыржан Момышұлының 2 айлық кезінде анасы Разия атасынан батап берейін деп машыққа апарған екен. Сонда атасы еңіріне сүйіп берген батасы дейді. Қорық деп берсең қол болма, шығып деп берсең шыл болма, бәрінен де шырағым баянсыз ол болма дейді. Ер балалар. Енді қыздарым талмайтын талап берсін, саумайтын қанат берсін, баянды бақыт берсін, ұзақ отырып тұрған уақыт берсін. Енді баршамызға Төле бидің батасы, атасызға ата бол, батасызға бата бол, арып шыққан кәріптің жай жанының жұта бол, панасызға пана бол, кек сырттамайтын бала бол, дос сүйіп қасты бер, асу бермес дана бол. Бәрекелді, бата қабыл болсын. Енді ортаға биге келіңіздер. Астанадан, Алматыдан келген достардың құрметіне деп ортаны биге толтырамыз. We're
Бәрекелді. Кішкентай қыздар жиналысы. Onlar ne istiyor? Ағай, ұқсатылап кетейін демедім. Hayır, sen değil ya. Uçak değil ya. Ағай, шығарып салайық, ағайды. Жай, ұқсап қайта, ұқсап. Ya hayır, ne yapalım kızlar uçak bir var mı? Şaşırdınız mı? Бірінші Цимбаева ұстап тұрып жатыр екен, ағай шығарып салайық. Үлкен құрметте. Paketi қайда? Ардақ пакет алып. Кім апарады оны? Такси тапты. Ағай, апар, мен таксимен, таксимен барам, мен ала кетем де. Немен кетеді? Ағай қайда бар? Қайда неге ма? Жақсы, ағам болдыңыз, Алла қуат берсін. Bana souvenir қайда? Қалған жақта қазір. Souvenir қайда? Souvenir жоқ. Қана бір. Souvenir қайда? Taksit kınca kalacak mı? Tutarını bilmiyorum. Музыка жеп салып. Я Жинап